Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, тойымды пигоди дайындаймыз. Пигодиға қажетті заттардың құрамын бәрін төменде описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең бірінші тестаны жасаймыз, мінекей осылай. Қамырын міндетті түрде ұнның елегішпен өткізіп аламыз. Онан кейін керек заттарын салып, кәдімгідей қамыр елейтін боламыз. Керек заттарын бәрін описание жазып өтетін болам. Енді одан кейін мен начинка жасап жатырмын. Начинкамызға бізге фарш керек болады. Бір пияз және капуста керек болады. Фаршты мінекей мен бірінші сковородке қуырып алам. Қатты қуырмайсыздар. Түсі өзгерсе болды. Қып-қызыл фарштың түсі өзгереді. Суы тартылғаннан кейін қуырыла бастайды. Сол кезде пиязын саламыз. Бір қуырып алып, 1-2 минут, онан кейін капустаны ұсақтап турап, мінекей капустаны саласыздар. Жақсылап араластырып, оның үстіне тұз, бұрышын салып, жақсылап араластырып, 10-15 минутқа тұндырып қоясыздар. Қатты аса қуырып пісірудің қажеті жоқ. Онан кейін тестамызға салып, бұл әлі 40-45 минут манты сияқты пісетін болады тестаның ішінде. Осылай бір қуырып алсаңыздар болды. Бетін жауып, капустасы бәрі жұмсақ болып әдемі болады. 10 минутта уже қуырып болғаннан кейін начинкамызды суытып қоямыз. Міне қамырымыз дайын, өте жұмсақ, әп-әдемі. Қамырды өз көлемде керек мөлшеріңізді бөліп аласыздар. Үлкен қылып жасасаңыздар, үлкен көлемде аласыздар. Кіші көлем болса, кішірек аласыздар. Мен өзіме керек мөлшерді алдым. Неке осылай бәрін жақсылап, осылай домалатып, бірдей мөлшерде қойдым. Беті кеуіп қалмасын деп, бетіне орамал жауып қойдым да, жайлап бір-бірден неке жасап отырдым. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес. Орташа бір 3 мм-де хотя бы болса, начинканы жақсылап толтырып саласыздар. Бұл дрожжевой тесто жақсылап көтеріледі. Міне өру әдісі осылай, бетімен осылай өрем пигодидің. Әркім әрқалай жасайды. Осылай жасаймын десеңіздер, міне өріп, мінекей оп-оңай. Тағы бірнеше рет көрсетем. Мінекей тағы да осылай өріп жасай бересіздер. Міне ішінен воздух қалдырмай жақсылап шығарып алып, астыңғы жағын түйіп жібереміз осылай. Міне тағы да жақыннан көрсетеді. Осылай косичка сияқты, өріп отқан сияқты бірінен кейін бірін осылай жасай бересіздер. Мінекей бәрін болдым жасап. Онан кейін міне листімізді майлап, кәдімгі манты қазанға листімді майлап жақсылап орналастырдым. Арасын ашып, өйткені бұл көтеріледі бұлар. 40 минутқа салдып қойдым. 40-45 минутқа. Онан кейін менде морковный салат жасадым. Бұл корей ұлтының тағамы ғой, бұлар морковный салатпен осылай ұсынады, ашығылтып. Мен морковный салатты қолдан жасай салдым. Сіздер сатып алсаңыздар болады. Морковный салат жасау әдісім осылай. Бір қасық кішкене тұз қосамын, үстіне уксус қосам да, жақсылап мұжғылап, осылай үстін ауыр затпен басып қоям. Онан кейін міне приправасы бар, для морковный салат деген, соны саламын да. И чеснок қосып, сұйық маймен қыздырып, үстіне құйып, холодильникке бір сағатқа қойып қою керек. Міне пигодиіміз көріп тұрғаныңыздай пісті, өте әдемі, дәмді, әрқалай ұсынсаңыздар болады.